Ассалаумағалейкум. Бүгін 21 қараша 2024 жыл. Авторинг Cars YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар. Бүгін Cherry автосалонын көрсететін боламын. Орналасқан жері Алматы қаласы, Райымбек көшесінің бойында. Мынау Ташкентский Райымбек деген былай қарай жүрсеңдер. Асыл Арман бар. Тұрғын үй кешені былай қарай жүрсеңіздер, Алтын Орда базары, Апорт деген сияқты Алматы қаласына кіретін жол. Былай қарай Қаскелең Ұзынағашқа қарай шығатын жолдың бойында, іргеліде осындай салон бар. Тест-драйвқа беріп қойған. Мұнда менде қазір бір видео көрсететін болам. Осындай көк Cherry Arizo 8-ін тест-драйвқа беріп көрсетілген реклама менде TikTok, Instagram желісінде шығады. 0,1% бастап деген жарнама. Соны білейін деп келдім. 7 жылға дейін 0,1% басталады дейді. Мұнда Cherry Tiggo'лар тұр. Arizo 8-ді көруге келдім негізі. Осындай седан. Бұның қазір рекламасын жалғап көрсетіп жіберем. Жұмыс істеу уақыты дүйсенбіден жексенбіге дейін жұмыс жасай береді. Сенбі, жексенбі күндері 9-дан кешкі 7-ге дейін. Ал дүйсенбіден жұмаға дейін 9-дан кешкі 8-ге дейін. Cherry'да мынандай жаңалық болып жатыр екен. Cherry Tiggo 2 Pro Style деген рестайлинг версиясы шығыпты. Бағасы 7 миллион 290, яғни 7 миллион 300. Бұл алдыңғы Cherry Tiggo 2-ге қарағанда атмосферный цепной мотормен. Алдыңғысы ремен кішкене слабыйлау еді. Мынау енді цепной мотормен жасалған. Парктрониктары, бесключевой доступ, подогрев зеркал, подогрев сидений барлығы бар. 7 миллион 300 ғана небәрі. Менің ойымша Кобальтқа жақсы бәсекелес деп ойлаймын. Қазір алдынан көрсейін, осылай кроссовер осындай. Күндізгі жарық шамдары бөлек орналасқан, өте әдемі. Қазір ашып береді есігін. Мен сіздерге көрсететін болам. Боковой зеркалдар осылай есік жабылған кезде жиналып ашылып тұрады. Салон осындай. Осындай автохолд. Cherry Tiggo Pro ма, Style ма, қандай? Осындай арт жағда осындай кең, ортаңғы консоль осындай. Бағасы бар жоғы 7 миллион 300. Кобальттың өзі ондай тұрмайды қазір. Кобальттың өзін 7 миллион 800-ге көтеріп жіберген. Ал мұнаның бағасы еще кроссовер, артының сыйымдылығы осындай. Қазір астында көрсетіп жіберейік. Осындай. Қазір Cherry салонында, осы аптаның соңына дейін қара жұма дейма, сондай акция болып жатыр. Келіп есептетіп бағасын көрсеңіздер болады. Осындай Cherry Tiggo 2 Pro. Корректор фар, полный электропакет, мультируль. Кобальтта жоқ нәрсенің бәрі бар ғой, короче. Цепной мотор, ең бастысы. Ремень емес, бұрынғыдай. Осы қазір ішке кіріп бағасын бір есептетіп көрсетем. Алғашқы жарына 10% құйып 7 жылға дейін қандай болатын. Cherry Arizo 8 деген автокөліктің 2 комплектациясы болады. 12 миллион 890 премиум комплектация, лакшери комплектациясы 13 миллион 690. Мынау көрсетіп тұрғанымыз бұл 13 миллион 690 комплектация ой дейме. Егер осы айдың аяғында 22-24 аралығында келсеңіздер, осы автокөлікті алсаңыздар, осындай қысқы дөңгелек сыйлыққа береміз дейді. Және де сигнализация орнатып береміз дейді өзіміздің атымыздан. Мынау премиум комплектация екен. Бұл лакшери емес, премиум комплектация. Бұның бағасы 12 миллион 890. Осындай алдында ұзын мониторымен. Бұл енді мынау Mercedes-тікіне ұқсайды екен. Бүкіл щиток приборлары да келеді екен кішкене. Седан D-класстағы. D-класстағы седан. Бизнес-класс Яндекске жақсы кетеді. Бизнес-классқа алып таксовать етеміз десеңіздер. Бұл 1.6 атмосферный ма? Турбина,
1.6 турбина. Мотор 1.6 турбина. GDI мотор 1.6 турбина. Осындай Cherry седан Arizo 8 деген. Артқы жағында шынтақ тірегіші. USB порт, подогрев сидений. Алды бәрі арты түгел бар. Осындай автокөлік алғыларыңыз келіп жүрсе, келіп есептетесіздер. Мен енді субсидиямен есептетіп қойдым өзім. Қазір видеоның соңына дейін қарасаңыздар, көрсететін болам, бағалар қалай болып шығатын. Егер субсидияға өтетін болса, сол бағаға алсаңыздар болады. Ал егер 0,1% 7 жылға дейінгі деген болса, алғашқы жарына 40% немесе 50% құю арқылы ала аласыздар. 0,1%-дан басталады, 1 жылға рассрочкаға шығады, переплатасы небәрі 3300 теңге болатын шығар. Осындай Cherry автокөлігі Arizo 8. Қасында Tigo 8 Pro Max тұр. Бұның да бағасын көрсетіп кетейін, бұлай айналып іші сыртын көрсетпесем де. Бұның комплектациялары 3 комплектациядан тұрады. Prestige 13 590, Premium алдыңғы жетекті 15 590, Luxury 16 590 бағасында. Осындай. Бұл 7 орындық қой, ә? Бұл көліктерге де сондай акция жүреді. Бұл көліктерге де акция бар екен. Бұның дөңгелек, сигнализация деген сияқты. Мұның 360 камерасы. Бұның толық комплектациясында 5 ключевой доступ болады. Толық емес, сондықтан мына жерде көрінбеген. Мұны полный электросиденье, плавыш сиденье, шайбалы ауыстырулар осындай. Ортада стақан қойғыш. Арт жағында отырып, алдыңғы орындықта реттегіштері де бар. Осындай автокөлігіміз 7 орындық. Подсветкасы да бар, төменге түсіп тұрған. Tigo деген жазы. Мұны арт жағын көрсетейік. Бұнда артқы сиденьелері жатыр. Қазір мынау алдыңғы сиденьесі диван осындай. Арт жағынан ашып көрсетейік. Мұны сыйымдылығы осындай. Артқы сиденьені көтеріп аласыздар, кішкентай бала шағаға деген сияқты. Мұны менеджерлер көмектесті. Осындай болады, мына жағда көтеріледі. Осындай кнопкалы, электрический барлығы. Осындай автокөлік бар. Аржанда тағы Cherry Tigo 7 тұр, және 4 тұр. Соларды да көрсетіп кетейін. Мен пролары тұр екен. Бағаларын. Бұнда зимний дөңгелек. Мынау Торадор дейма, сондай қысқы дөңгелек беріледі. Сыйлыққа егер алатын болсаңыздар. Бұл қытайлық ненікі ма? Шина? Фирма ма? Фирма қытайдікі ма? Дөңгелектің? Қытайлықта бар. Cherry Tigo 7 Pro. Бұл 4 комплектациядан тұрады. Prestige, Premium, Elite, Luxury. Prestige 10 490, Premium 11 090, Elite комплектациясы 12 290, Luxury комплектация 13 190. Бұл жердегі автокөліктердің бәріне айтылған скидкалар, субсидиямен тағы да басқа жолдарын қарастырып алсаңыздар болады. Алғашқы жарнасын көбірек құйып, арзанырақ есептеттіріп алсаңыздар да болады. Осындай Tigo 7 Pro Cherry'дің кроссовері бұл да. Осындай арт жағынан. Бұны ашып көрсетпей қойып. Қасында 4 Pro тұр. Cherry Tigo 4 Pro. Бұл енді кішкене 8 бен 7-ге қарағанда ұзындығымен қалады, кішкене артырақ. Бірақ кроссовер Tigo 2 Pro'дан үлкенірек. Бұның бағалары мұнда көрсетілмеген екен. Қазір анда прайсты алып көрсететін болам. Бұнда 5 ключевой доступ, мынау самый полный комплектация. Мынау қай бағада? Бұл премиум комплектациясы. 9 290. Сосын қандай комплектация болады? Luxury комплектациясы 9 490. 9 490-дық Luxury болады. Мынау премиум комплектациясы 9 290. Осындай
кроссовер қаласаңыздар келіп көрсеңіздер болады. Осындай арнаға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Видеоны толық қараңыздар. Видеоның соңында субсидиямен есептелген Tigo 2 мен Arizo 8-ді көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет. Көрсетілген Chery Tigo 2 Pro автокөлігі 7 миллион 490 екен. 7 миллион 290, 7 миллион 300 деп айтып жүрмін, қателесіппін. 7 миллион 500 екен бағасы. Алғашқы жарына 750 мың теңге 10%-ын құйған кезде қалады 6 миллион 740 мың теңге. Бұны енді субсидиямен есептеттім. 12 айға жыл сайынғы пайыздық мөлшерлемесі 14,3%-дан басталып, 7 жылға барған кезде 17,3-ке аяқталады. Жыл өскен сайын проценті өсе береді. Ай сайынғы төлем 1 жылға алатын болсаңыздар 10%-ын төлеп 606.117 теңге болады. 2 жылға 331.301, 3 жылға 240.299, 4 жылға 194.483, 5 жылға 167.869, 6 жылға 150.692, 7 жылға 138.908 теңгеден құрайды. Переплатасы 4.928.303 теңге. Егер субсидияға өтетін болса, осындай пайызбен алсаңыздар болады. Ол кезде субсидиямен алу үшін соңғы 6 айда зейнетақы қорына ақшаңыз түсіп тұруы қажет. Ал Chery Arizo 8 автокөлігі 1%-дан 7 жылға дейін деп көрсетілген жарнама ол былай екен. Алғашқы жарнасы 50% немесе 40% құю керек. Мен 12 миллион 890-ның 6 миллион құйып есептеткіздім. Егер 46-та 5% болады екен, 6 миллионы қалады 6 миллион 890. Бұл да субсидиямен алсаңыздар 0,1% құрайды 1 жылға. Переплатасы 3.733 теңге. Ай сайынғы төлем 1 жылға 574.478 теңгені құрайды. 2 жылға 311.616, 3 жылға 225.896, 4 жылға 182.457, 5 жылға 157.475, 6 жылға 141.605, 7 жылға 130.646, 4 миллион 84.258 теңге переплата, 14,4%-ді құрайды. Жылдық пайыз мөлшерлемесі. Бұның пайызы да төмен. Көрдіңіздер, жаңа 17%-ға дейін баратын болса, бұнда 14,4 максимальный пайыз. Бірақ алғашқы жарына 50%-ға жуық құясыздар. Сол кезде 1% деп айтып жүргені, 0,1% деп айтып жүргені осы 1 жылға екен. Ол жерде бірақ жарнамада 1 жылға 0,1% деп айту керек еді деп ойлаймын. Өйткені бүкіл жарнамада 0,1% 7 жылға дейін деп көрсетілген. Енді көп адам түсінбейді, 0,1% мұнда бәрі 0,1 болып тұрады деп ойлап боласың ғой, енді 7 жылға дейін дегесін. Егер 7 жылға алатын болсаңыздар 14,4%. 1 жылға алатын болсаңыздар 0,1 деп 1% деп айтса, онда реклама дұрыс болар еді. Реклама қате. Осындай каналға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қазақша арнаны қолдаңыздар. Ең бастысы, тіркелмей қарайтын адамдар көп екен. Тіркеліп қойыңыздар каналға. Подписчик саны көп болған сайын бізге де өте жақсы болады. Назарларыңызға рахмет.